Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 1-тоқсанға арналған қоғамдық гуманитарлық бағытта оқитын 11 сынып оқушылары үшін ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма – органикалық қосылыстардағы көміртек атомдарының ерекшеліктері туралы дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз. Бұл жерде бізде барлық варианттар дұрыс болып есептелінеді. Себебі бір-бірімен ковалентті полюссіз байланыспен байланысады. Бірнеше атом топтары кіретін тізбек құралады. Одан кейін тізбекті және тармақты тұйықталған цикл түзіп байланыс алады. Сондықтан бізде Д нұсқа дұрыс болып есептелінеді. Келесі, берілген қосылыстың эмпирикалық формуласын жазыңыз. Енді мына жердегі қос байланысқа қарап, бұның және қос байланыстың саны 1 екендігін қарап, бұның алкенге жататынын анықтаймыз. Алкендердің эмпирикалық формуласы CH2. Келесі, цис транс изомериясын көрсететін қосылысты табыңыз. Бұл жерде бізде цис транс изомерия көрсету үшін қосылыс бізде қос байланысы болу керек. Одан кейін әртүрлі радикалдармен байланысу керек. Бізде бұл нұсқаға сәйкес келетін С нұсқасы, себебі мына жақта метил және сутек радикалы бар, екінші жақта хлор және метил радикалдары бар. Келесі, пентеннің көміртек қаңқасын изомерленуі бойынша 2 изомерін және класс аралық изомерленуі бойынша 2 изомерін формуласын көрсетіңіз. Бірінші, көміртек қаңқасы бойынша үш метил бутен 1. Енді осының жалғасын мына жерге жазам. Екі метил бутен 2. Келесі, класс аралық изомерін жазайық. Класс аралық бізде циклоалкандармен изомер, циклопентан және метил циклобутан болады. Келесі, сыртқы электрондық деңгейінде жұптаспаған электрондары бар бөлшек немесе тұрақты атомдар тобы қалай аталады? Бізде радикал деп аталады. С нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Берген бөлшектерді олардың атауымен сәйкестендіріңіз. Ең бірінші бөлшегіміз бізде молекула, аға бізде 2 сәйкес келеді. Одан кейін феррум бір өзі тұр, ол атом. NO3- бізде ион. Хлор бізде радикал нүктесі тұр, ол радикал бізде. Қасиеттері мен құрылысына негізделе отырып, гомологтардың 2 сипаттамасын көрсетіңіз. Бірінші сипаттама бір-бірінен бір немесе бірнеше CH2 тобына айырмашылық болады. Келесі, бір кластың өкілдері. Төменде берілген қосылысты ИЮПАК номенклатурасы бойынша атаймыз. Атау үшін алдымен нөмірлеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бізде 2 мен 3-те метил топтары тұр, және оның саны 2. Сондықтан 2, 3 диметил 5-ке тең болса, көміртек саны пентанға сәйкес келеді. Сонда 2, 3 диметил пентан деген А нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Келесі, Нөмір 6.
алканның массасы берілген 8,8 грамм. Келесі көмірқышқыл газының массасы берілген 26,4 грамм. Келесі судың массасы берілген бізде 14,4 грамм. Формула табу керек. Шешуі деп алдымен көмірқышқыл газының зат мөлшерін табамыз. Оны табу үшін массасын малярлы массаға бөлеміз. Массасы 26,4 грамм, малярлы массасы 44 грамм бөлінген моль. Бізде 0,16 моль шығады. Енді бізде көміртектің массасы осы көмірқышқыл газының зат мөлшері көміртектің зат мөлшеріне тең. Сондықтан осыны аламыз, соны көміртектің атомдық массасына көбейткенге тең. Сонда 0,16 моль көбейтеміз. Көміртектің атомдық массасы 12 грамм мольге тең. 7,2 грамм. Енді сутектің массасын табамыз. Ол үшін бастапқыда берілген алканның массасынан азайтамыз осы табылған көміртектің массасын. Сонда 8-де 8-ден 7-де 2-ні азайтсақ, бізде 1,16 грамм сутек бар. Енді сутектің зат мөлшерін табамыз. Ол үшін сутектің массасын оның атомдық массасына бөлеміз. Сонда 1,6 граммды 1 грамм мольге бөлеміз. Сонда 1,16 моль шығады. Енді бізде алканның формуласын CXHY деп белгілейміз. X пен Y-дің қатынасын табамыз. Ол үшін оның моль сандарын қолданамыз. X дегеніміз көміртек, көміртектің моль саны 0,6 моль. Келесі Y дегеніміз сутек, оның моль саны 1,6 моль. Енді ішінде ең кіші сан 0,6-ға бәрін бөлеміз. Сонда 1-де 2-де 67 болады. Енді бұл сандар жуғыштығынға айналдыру үшін 3-ке көбейтеміз. Сол кезде 3-те 8 шығады. Енді осы сандарды жазып шықсақ, So3H8 пропан шығады. Жауабы пропан. Алкандардың құрылымы мен физикалық химиялық қасиеттері үшін дұрыс болып табылатын тұжырымдарды белгілеңіз. Келесі. Циклоалкандар көміртек атомдары өзара дара байланысқан. Жалпы формула CnH2 плюс 2 болатын циклді көміртектер. Мына жерде плюс 2 артық. Бұлардың жалпы формуласы CnH2, сондықтан бұл жалған. Келесі. Сигма байланысы арқылы байланысқан алициклді көмірсутектер. Ақиқат. Ең қарапайым циклоалкан 3 мүшелі сақинасы бар циклопропан. Ақиқат. Келесі молекулалық формуласы 4H8 циклобутан газ тәріздес зат. Ақиқат. Циклоалкандар мен мұғарын туындылары катализатор қатысында гидрлеуге ұшырайды. Дұрыс. Циклоалкандардың химиялық белсенділіктері төмен, жану және орынбасу реакцияларына түседі. Ақиқат емес, бұл жалған, себебі орынбасу реакциясына түспейді. Схемада пропиленге тән реакция айналымы берілген. Бірінші айналым үшін реакция теңдеуін жазайық. Бірінші айналымда алканнан алкен алынып тұр. Дегидролену реакциясы жүзеге асады. Жазамыз. Дегидролену реакциясы температура қатысында жүреді. Сол кезде бізде бір сутек молекуласы бөлініп шығып, нәтижесінде пропен түзіледі. Мұнда пропан реакцияға түсті. Нөмір 2 реакцияның типін көрсетіңіз. Нөмір 2 реакция бізде гидрогалогендеу реакциясы. Немесе оны электрофилді қосылу деп айтады. Көп мөлшерде түзілген негізгі өнімді анықтаңыз. Нөмір 2 реакцияда бізде 2 бром пропан көбірек түзіледі. Неліктен? Себебі Марковников ережесіне сай сутегі
көп көміртегіге ал сутегі азына галоген атомы қосылады. Үшінші реакцияда қолданатын күкірт қышқылының рөлі қандай? Үшінші реакцияда бізде күкірт қышқылы катализатор рөлін атқарады. Алкендердің аморф қатарының бірінші мүшесі молекулалық формуласын жазыңыз. Бірінші мүшесі бізде этилен. Немесе C2H4 жинап жазған кезде. Бұл бізде этилен. Алкендердің құрамында көміртек атомының саны артқан сайын қайнау температурасының өзгеруін түсіндіріңіз. Себебі қайнау температурасы артады. Себебі молекулалық массасы артады. Сондықтан қайнау температурасы артады. Екі ыдыста түссіз үйсіз газдар бар. Осы заттарды ажыратуға болатын бір реактивті ұсыныңыз және бақылауды жазыңыз. Этилен және этанды бөлу үшін мен бромсон қолданамын. Немесе калий перманганатын қолданса болады, мен бромсонмен жазатын боламын. Этиленге қосамыз. Бір екі диброметан түзіледі. Бұл жерде бром суы түссізденеді. Осы бізде сапалық реакциясы. Алканмен бізде этанмен реакция жүрмейді. Төменде полимерлену реакциясы арқылы алынған полимер беріліпті. Мономердің құрамдық формуласы. Ортада қос байланыс болады. N молекулалы мономер қатысатын болса, X полимерлену су реакциясын теңдеуін жазыңыз. Мономердің формуласын жазамыз. Ортада қос байланысы бар. Бұл жерде бізде полимерлену реакциясы жүреді, қос байланыс үзіледі, нәтижесінде бізде полимер түзіледі. Келесі полимерлену дәрежесі парпен белгіленеді. Бұл молекулалық масса полимерді молекулалық масса мономерге бөлгенге тең. Полимердің молекулалық массасы есептің берілгенде берілген 6200-ге тең. Мономердің молекулалық массасын есептеп тауып аламыз. Сол кезде 100 шығады. Сонда полимерлену дәрежесі 62-ге тең. Келесі бутен 1 мен бутен 2 молекулалардың полимер реакция теңдеулерін жазыңдар. Алдына N қоямыз. Бутен 2-ні жазамыз бірінші. Келесі бутен 1 үшін. Барлық тапсырмаларды орындап болдық. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламыз.